Шымкент қаласы. Жаңадан салынған ағы мешіт. Керемет, е? Машалла, машалла. Мінекей. Үлкен, әппақ, әдемі. Алланың үйі. Мынау алды. Кіреберіс жері. Дәретхана астында екен. Мынау лестницалар жұма күні іске қосылады, қалған күн өшіп тұрады екен. Дәретханасы. Мынандай шүлікқалардан өзіңізге біреуін киіп аласыз. Менің өзім бірінші рет келіп тұрмын. Мына жақ дәрет алатын жағы екен. Өте үлкен. Туалеттер. Дәрет алуға келдім, міне. Мынаны дұрайыстар суағат. Шешті өшет. Сабын, пена. Төменнен дәрет алып шықтым. Кіреберіс жері. Үлкен есіктер жауық енді. Мындай. Мына мешіттің іші. Машалла, мынау. Мындай неғып қойған келіп көрушілерге осыдан асып өтпесін деп. Мінекей. Енді керемет енді. Әдемілігін келіп көру керек. Екінші бөлігі. Бұл да сұмдық үлкен екен. Ес уақыт намазы жақта оқылады. Жоғарғы этаж әйелдердің намаз оқитын жері. Емекең намаз оқып отыр. Кілемдерді айтсаңызшы. Машалла, мына кілемді қараңыздаршы. Біздің намазын оқып шықтық. Алла нәсіп қылған екен. Келіп көрсеңіздер болады. Мешіт өте керемет. Орналасқан жері де өте керемет. Ауласы сондай тамаша. Аман болыңыздар. Мешіттен шықсаңыз жанында Адалас деген, Асадал деген осындай керемет тамақтанатын жер бар екен. Осыған келіп тамақтансаңыз болады. Бағалары да қолжетімді. Шымкент халқына сай. Бастысы халал.